Тұрсынбектің жалпы жағдайы былай екен. 3-4 күн болыпты. Тұра алмайды. Өте жағдай біраз қиындау. Енді осыдан кейін өздеріңіз ақылдасып көріп, біраз жасасаңыздар. Әзі келді мұны. Бел омыртқада жаңағы жұлын жүйесінің қысуы, сосын бұлшықеттердің зақымдалуы, сіну, бірнеше түрлі синдромдар тұр ғой. Осы жігітке көмек керек. Өзі ана тізенің көзі де менискіде жыртылған. Соны емдете алмай енді мына белге, бел омыртқада да неғып отыр. Көмек жасасаңыздар болады. Аяғыңа сүйен. Міне тұру өте қиын. Жалпы жағдай. Тұр, өзің тұра аласың ба? Еңбектеп көр. Енді. Бірнеше минут. Тұру өте қиын болып тұр. Жүр енді. Жиырма минуттан кейін нервтерді оятқаннан кейінгі жалпы жағдай. Тұршы енді. Түрегел. Тұр, енді тұр. Түрегел енді. Тұр. Түрегел. Түрегел. О, іштеметпейді ол. Түрегел. Түрегел. 20 минуттан кейін мынау жұлын нервтердің қысылуын, нервтерді тітіркендіргеннен кейін инемен. Содан кейінгі жалпы жағдай. Бері қарай жүр енді. Бері қарай жүр. Ине ауыртады. Ол инен алып тастаймыз. Біраздан кейін. 20 минуттан кейін жалпы жағдайы нервті тітіркендіру арқылы кітірлейді ол. Ары қарай жүр енді. Енді жат өзің. Өзіңнен жат. Ақырын сүйеніп. Шалқаңнан жат. Шалқаңнан жат. Осыған дейін ем қабылдадың ба? Надан дейін. Бадам көрші жігіт біраз не қылған. Массаж жасап қалды. Қыздыратын тәріп жақта бірақ не қылған жоқ. Ешқандай дейін. Әсер болмады ма? Әзір сендегі жалпы ауру белгісі бел омыртқа біріншіден 5-шіге дейін, одан 8 көз X1 дейміз, 51, 52, 53, 55, X1. Соның бір жерінде жаңағы сініп, ана омыртқа аралық табақша, соның сыртындағы чеңбер, жұмсақ тіндер зақымдалып, қажалып, содан орталықтағы ядро өсіндегі шеміршек сыртқа қарай теуіп шығып, сініп жаңағы қан тамырымен жұлын жүйесін қысып тастап отыр. Әзір мен нервті босаттым, нервті ояттым ине арқылы. Ине арқылы босатқаннан кейін сен орнынан тұрбысың. Енді белде енді жаңағы ауыр зат көтергенде тырс етіп жыртылып кеткен, одан кейін жаңағы сол жердегі бұлшықеттердің зақымдалуы бар, сіңірлердің зақымдалуы бар, тарамыстардың зақымдалуы бар. Осындай бір қанша түрлі белгілер бар. Аяғын көтерші.
Ауырмайды ғой, тағы көтере бер. Біраз жамбасың ауырып тұр, екінші аяғын, бер аяқты көтер. Міне алтын ине шаншағаннан кейінгі 15-20 минуттан кейінгі жалпы жағдай. Белің кітіріліп жатыр ма? Кітіріліп жатыр, аз-аз ауырып жатыр. Аз-аз ауырып тұр, бағанағындай ауырсыну бар ма? Қатты сілкіп деп. Сілкіп деп. Тағы да жина. Сілкіп екі аяқты кезек-кезек. Кезек-кезек. Кітір-кітір. Белің ба? Белің. Тізе бұны. Кітір-кітір. О, тізеңде менискі жыртылған ғой оныкі. Бір кетіретін 4-5 кетіріледі. Белің ше? Белің кетіріліп жатыр ма? Бұның ауырған жер кетіріліп жатыр. Енді түрегелші. Ауырсыну бар ма? Az var. Аз бар, Aktiviz. Түрегел, Bana o değil bana, az var. 25 минуттан кейін. Тұрдың ба? Бері қарай жүр. Қайтадан таяқты қойып қойып жүреді. Қалай енді? Жақсысың ба? Алла шипасын берсін енді. Ары қарай жүр. «2025 8 наурыз Тұрсынбек деген інім. Көтір шоң аяқты. Түзу көтір. Көтірлі ма? Тағы да. Сол аяқты көтір. Көтір. Көтір алмайсың ба? Енді әзірге мұна жалпы жағдайына қарай отырып, алғашқы диагностика, болжам диагностика бойынша бел омыртқада жаңағы ұяшықтан омыртқаралық табақшаның шеңбері жыртылу, содан жаңағы сіну, томпаю арқылы жұлын жүйке жүйесін қысу, сондай қан тамырларды қысу, осының әсерінен сол 4-5 бел омыртқадан 1-ден 5-ге дейін 8 көз, еспір, осы аралықта патология сақталды деген болжам диагноз бар, бірақ біз грижа деп айта алмаймыз. Себебі МРТ-ға түспегеннен кейін қазіргі мынау несі арқылы, белгілер арқылы. Екі жамбастың басы үйі ма? Сол оң жаққана, сол жаққана үйіп ауырады. Сонда не қой? Елдеметін қанаты үш секіл дейді. Сол жамбастың басы қойды. Үйді, чанчиді, қақсайды. Ауырғанда қандай? Қатты чанчып ауыра ма? Инемен сұққандай? Инемен сұққандай. Былай жасам, ауырмайды. Қозғалсаң ауырады. Әзір жүріс-тұрысыңнан белгілі болып тұр ғой. Енді бұны біз шағым бойынша грижа болды деп мөлшерлейміз, бірақ әлі тұрақты диагноз жоқ. Қазір көреміз. Ем-шара мынау иглотерапия арқылы, акупунктур дейміз, сол арқылы нервтерді оятып көреміз бірінші. Сосын екінші кезекте укол капляция жасаймыз. Сондай-ақ нервті, ол жердегі бұлшықеттердің зақымдалуына, қабынуға қарсы екпелер жасаймыз. Содан кейінгі жағдай туралы тағы да ары қарай түсініктеме жасаймын. Бүгін болды? Бүгін 5 күн болды ма? Далаға шығармай. Әзір біраз жеңілдік пайда болды ба? Жеңілдік пайда болды. Жеңілді ғой, оралған тұрыс дейсіз. Анда бел алған жаздырды, бел алған үйде жоқ болды. Екі аяқты теңтеп, екі аяқты теңтеп. Ертең Құдай қаласа өзің барасың. Сағаттан кейін Тұрсынбек балаларын. Алла шипасын берсін. Жақсы. Енді маған ұқсат бер, кетейін мен енді. Алла шипасын берсін бауырым. Басқа не айтамыз? Бопты, жақсы. Енді бұл жалпы әзір кешегі не бойынша жақсы қозғалғанмен мына бел 45 градусқа қисайған, бір жағына қарай қисайып қалған, біраз күрделі. Бұл кеше нервтерді оятқаннан кейін жаңағы біраз жеңілдеді. Бірақ ары қарай көмек керек бұл жігітке. Осы жағын ойлаңыздар.